Жұмыртқа емес. Яичница в глазури. Onu жеуге болады. Глазури жеуге болады. Глазури жеуге болады. Қайдан алдыңдар? Жұмыртқа жоқ ол бізде. Балаң ана нені қоран төбесінен жинап алып кетті. Қоран төбесінен? Бізде тауық жоқ, кілем қораз ғой бізде. Ой, көршінің тауықтарын күнде қуалайды да жүреді ғой. Сол көршінің тауықтары тұрып кеткен ба әйтеуір қоран төбесінен тауып алып кетті, соны ысырап болмасын деп қора салып. Бала ма? Иә? Біздің бала алып келіп отыр ма? Иә? Молодец! Міне богатый Мишлен деген. Ой, миллионер болатын бала көрдің ба? Жұмыртқа ғой. Жұмыртқа көрдің ба сен? Қоразбен көрші тауықтар көп кеткен әкеп отыр. Вообще расход тек доход әкеп отыр. Міне ғой көрдің ба, міне маған тартқан, маған тартқан. Бізде неде мотивацияда айтады. Яблони от яблони Яблоко от яблони недалеко падает. Сен де қатысып жүрсің ба, не? Оны бәрі біледі ғой жұрттың. Бәрі қатысып жатыр ма? Осындай мақал қалды бай. Міне бала, бұл көрдің ба? Осыны енді бала деген мынау богатый Мишлене, енді осыны бүгін жұмыртқа кесең, бұны масштабировать етіп көреді, масштабировать етіп көреді. Қалай? Бұны көбейтіп көреді, бүгін жұмыртқа кесең, ертең тауға келіп, сиыр қоя келіп үйреніп көреді. Көбейтіп көреді, масштабировать. Көрдің ма? Ертең баланы ойлашы. Осылай алып келгеннен кейін бір күн тауық, қой, сиыр, жылқы, одан кейін ақырында миллионер бола бастаймыз. Миллионер болып жағдай жақсары бір күн келеді маған. Әке, көзін жұмшы деп, көзін жұмақтап, далаға алып шығады маған. Есіктің алдында машина тұрды маған, көрсетпейінші көзін жоқ, алшыған маған. Сюрприз маған, андай музыка болып қойды қойшы. Әке, мен сені Меккеге апарамын деп жүр. Отырды, көзін аш дейді. Ашқан кезде алдымда жаңағы Toyota 70 қандай қалды? 70. Сондай тұрады қойшы маған. Машинаның көзін. Шынымен де балам өзі маған анашым мынау сізге деп стиралка деп тұрса, иә. Нең бар стиралка? Бала өзі еңбектен маған енді машина сыйлаған кезде стиралка деп жағаласпайтын жасын. Жоқ, сен неге қарсы шыға бересің? Осы мен стиралка алам десем? Жөн стиралка енді машина алып тұр ғой, бала кішкене өзінен де бір нәрсе істеу керек қой. Қалдыбай, мен сен сияқты байдың қатыны бола тұра сонда не кірді қолмен жуып отыруым керекпін ба? Аяқпен жусаң қайсы болады ғой, қолмен жуа берсейші. Осы күндері қолмен жуып қолым тастай қатты болып кетті ғой. Көршінің әйелдері мысқылдап, ой бала қолыңа не болған десе, ұялғаннан кезінде бокске қатысқан деп жүр. Үйдің артынан тығылып жумайсың ба? Көшеге іліп қоя беріп. Аламын. Алмайсың. Мен неге алмаймын? Аламын. Мен саған айтпай алып қойдым уже. Бәсе неге машинаға жетпей тиім ақша? Давай, сатта орын ақшам қой, давай, мен машинам. Қоймай. Машинам давай болды. Қоймай? Қой давай, ақшам қой, давай. Бол, алмай. Ей, сол сараковка не ішіне салып кірлеріңді жуасың ба? Сен немен, стиралды машинамен бір тойға бір жерге бара аламыз ба? Барамыз ба? Сен стиралдымен қалай барасың? Ондай болса бар ғой, әркім өзінің кірін өзі жуасын. Олай болатын болса, әркім өзін баратын жеріне өзі бармасын ғой. Онсыз да өзін барып жүрмек аяқпен. Әркім өз тамағын өзі істеп, өз ыдысын өзі жуас, надо будет өз баласын өзі туасын. Онда әркім өз үйіне барып өз тұрсын онда. Сөйттің ба не? Қалдыбай? Уайымдама, келін. Үй менің атымда ешқайда кетеміз. Ой, ата, сіз кеп қалыңыз, отырыңыз. Отырыңыз, көке. Улап, жулап, адам көп жаңалық көшпедіңдер, Келімізге кеп заң мінесе, қамдыра, болашаққа жоспар құрып. Келсеңіз, көке, отырыңыз. Мен жайлап айтпаймын адам, айқайлап тұр. Енеңіз мақтап жүреді екен, тура тамақтың үстіне беріңіз. Аузым барды, сөйлей береді осы. Әй, не пісірдіңдер ей әметке? Әметке Шай алып келin. Немереңіз үлкен жігіт болып бүгін. Дастарханмен бүгін осының атынан немереңіздің жұмыртқасы. Аумин. Кімнің? Немереңіздің алып келген жұмыртқасы деймін да бүгін. Бәсе бір сөз қалып кеткенсің. Немереңіздің айнай жігіт болып өзі мал табар бүгін, міне. Қамыс тауып бүгін ойлаңыз. Сен алып келдің ба жұмыртқа? Үйналайым балада. Қораның үстінен тауып алғансың ба?
Біздің қораның үстінде. Ол ақша қайдан алдың, әлде бөтелке өткізді ма тағы да? Бөтелке өткізсіз қазір біз баяғыда алқаш қалмадық ғой. Арақ ішетін адам жоқ қой.